Армысыздар, құрметті Роза Жахан Қазағымен жобасының көрермендері. Сіздермен бірге кезекті қонағымызды шақырғалы отырмыз. Мен жобаның авторы және жүргізушісі Роза Мизанбай. Бүгінгі қонағымыз Европалықтардың атауымен Азияның Парижі атанатын әсем қаламыз, атамекеніміздің әсем қаласы Алматыдан. Қонағымыз Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері және Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияның әншісі және ұстазы Сәуле Жанпейісова ханым. Сәлеметсіз бе? Роза ханым, сәлем. Сізді Қалай жағдайыңыз? біздің Қазағымен жобасында көргеніме өте қуаныштамын. Рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп, біздің жобамызға қатысқаныңыз үшін. Рахмет. Әрине бұл өте қажет. Себебі сіздер шекараның сыртында, өзге елде жүрген, елді сағынып жүрген біздің қара көздеріміз осы сіздің хабарыңыз арқылы қаншама ел қарайды. Оның үстіне енді біз әнші болғаннан кейін өз елімізбен ғана шектелмей, әлемдік аренада өнерімізді көрсеткеніміз өте дұрыс деп есептеймін. Себебі қазақтың қасиетті қара домбырасы бұл тек қазақтардың ғана емес, өзге де ұлттарға өте ұнайды. Бұл қара домбыраның үнін естіген әрбір адамның баласы оған қайырылмай кетпейді. Сондықтан да әрине мен келісімді беремін. Әлемнің әр түкпіріндегі жаңағы қазақтарға ғана емес, жалпысы біздің дәстүрлі өнерімізді европалықтар әсіресе өте қызығушылықпен қарайды. Өйткені оларға басқаша. Біз әлемдегі европалықтардың еліктеп, америкалықтарды немесе ресейліктерді еліктеп, басқа елдерді тамсандыра алмаймыз. Біз өзіміздің барымызбен, өзіміздің өнерімізбен, ұлттық ерекшеліктерімізбен соларды тамсандыра алатынымыз үшін бүгінгі сізбен өткізетін сұхбатты өте керемет болады деп ойлаймын. Рахмет. Алла сәтін салсын деймін. Енді мына жерде біздің жан жақтан достарымыз қосылып жатыр. Сіздің достарыңыз, менің достарым. Не болмаса, кім біледі, бірінші рет домбыраның үнін тыңдайтын достар табылатын шығар. Себебі сіз енді қазір Польшадан, Варшавадан хабарласып отырсыз ғой, солай емес пе? Варшавадан хабарласып отырмын. Қазір біздің уақытпен Варшавада 12 болып жатыр, сіздерде кешкі уақыт. Түскі 12 болып жатыр Варшавада, солай ғой. Бізде сағат 5 болды. Көрдіңіз ба, уақыт алшақтығына қарамастан, енді ыңғайлы уақытты алып отырмыз. Сізге көп рахмет. Енді біз сізбенен осы жылдың басында, мынау әлемдік жаһандану пандемия басталмай тұрып, Берлин қаласында кездестік қой. Абай атамыздың 175 жылдығына, мына бізді тыңдап отырған көрермендерімізге түсінікті бола кетсін деп айтып жатырмын. Роза ханымменен біз сол Берлин қаласында Абай атамыздың 175 жылдық тойында танысқанбыз. Сол Варшавадан келіп, Берлиндегі біздің мәдени шарамызға қатысып, Европадағы барлық қазақтар, енді Европаның қай мемлекетінде болып жатса, соған барлығы жиналады ғой, енді атамекеннен келіп жатыр дегенді естісе. Солай емес пе? Тіпті сол жолы көп деген адамдар жан жақтан жиналды. Әсіресе Португалиядан ұшып келдім деген бір қызды мен таң қалдым сонда. Қанша сағат бойы мұхит асып, Португалиядан келіп тұрмын дегенде. Қаншама Лондоннан кісілер болды, Парижден кісілер болды сол жолы. Бүткіл Европаның қалаларынан, мемлекеттерінен келіп қатысып жатты ғой. Сондықтан мінекей сол Абай атамыздың әруағының бізге әлгі желеп жүрсін деген осы шығар. Сізбенен бізді таныстырып, байланыстырып, мінекей соңында интернет арқылы онлайн болса да жүздесіп жатырмыз. Аманшылық болып осы індет айығып, біз жанды жолығып, Европаның төрінде сол өзіміздің дәстүрлі әндерімізді, дәстүрлі музыкаларымызды осы Европада шарлатып, барлық осы халықтарға танытып, тағы да келеді деген үмітпенен екеумізді алғашқы сұрағымды бастайын. Негізі
осы дәстүрлі өнерге келуіңізбен бастасам деп отырмын. Қалай келдіңіз және осы дәстүрлі өнерге келіп те басқа салаларға кетіп жатқан бар. Сіз осы дәстүрлі өнердің музыкаға адалдығыңызбен осы тәнті етесіз өнеріңізді деген. Сондықтан осыған себеп болған және өзіңіздің ұстаздарыңыз жайында айтып өтсеңіз. Қазақтың дәстүрлі өнері дегенде әрине ең бірінші біздің қолымызға домбыра түсетіні белгілі. Қадыр атамыздың айтқан нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді ғой. Сондықтан мен өзім нағыз қазақтың қаймағы бұзылмаған, ауылда өскен қызбын. Ең бірінші мені өнерге алып келген әрине әкем. Ол кісі өнерді ерекше жақсы көретін. Одан кейін менің өскен ортам, сол елдегі, ауылдағы маған жол көрсеткен ұстаздарым. Содан кейін барып Алматыға келіп, сол 83-ші жылы қазақтың ұлы әншісі Ғарифолла Құрманғалиевтің класына оқуға түстім. Мінекей сондай қазақтың ұлы әншісі, 20-шы ғасырдың аңыз адамы атанатын осындай керемет ұстаздармен дәріс алдым. Әрине қазақ болғаннан кейін мен ойлаймын, оның бойында ұлттық рухы, салт дәстүрі ол болуы керек. Егер де ол ұлттық рухыңыз болмаса, сіздің қазақтың тілін білмесеңіз, өзіңіздің ана тіліңізді, қазақтың салт дәстүрін білмесеңіз, онда мен ойлаймын, ол адам енді қазақ емес шығар деп. Енді бізде өкінішке орай сондай адамдар өте көп біздің Қазақстанның өзінде. Ал енді тағдырдың теперішіменен, тағдырдың басына түскен қиыншылығыменен өзінің тілін ұмытқан, дінін ұмытқан, не болмаса салт дәстүрін ұмытқан біздің қандастарымыз әрине жетерлік қой, әлемде көп. Бірақ бір қызығы, шетелдегі қазақтар керісінше сіздер сияқты ұмытпайды. Сіздер керісінше нағыз қазақтың тілін, дінін, дәстүрін, салтын бәрін ұстанасыздар. Біздің өзімізде, өз елімізде өкінішке орай соны ұмытып кеткен қазақтарымыз көп, және олар әлі күнге дейін ойланбайды. 30 жыл болды мінекей біз тәуелсіз ел болғанымызға. 30-да орда бұзатын жас дейді ғой қазақ. Сондықтан, мен айтар едім, осы орда бұзар 30 жасында білмесе қазақтың тілін, ділін, дәстүр салтын, білмеймін, ол қай уақытта үйренеді. Сондықтан бұл біздің кішкене жанымызға тиіп, жанды жерімізге тиіп кетеді. Осы дәстүр, ұлттық дүниелер деп келгенде. Ал қазақтың әні, ол қазақтың жаны. Сондықтан да менің жаным қазақ болғаннан кейін, жаңағыдай ұстаздарым мені осылай өнерге үйретті. Ал енді мына жерде біраз достарымыз қосылып жатыр екен, қош келдіңіз деп қояйық. Бұл кісілердің де сауалдары болып жатса, сұрақтарына жауап беруге даярмын. Енді сізге көрініп, маған көрінбей тұрған сұрақтар болатын болса, мүмкін міндетті түрде айтамыз. Маған айта отырарсыз. Сондықтан енді менің ұстаздар жағынан мен өте жолым болған адаммын. Мен керемет ұстаздардан дәріс алдым. Солардың арқасында мінекей бүгінде Құдайға шүкір қазағымның ұлттық өнерін бойыма сіңіріп, халыққа әнші болып, бүгінде жастарға тәрбие беріп, ұстаз болып жүрген жайым бар. Керемет. Жалпы енді біз шетелдегі қазақтар қолда бар алтынның қадірі жоқ дейді ғой. Шетелдегі қазақтар сол қолда кішкентай барымызды сақтап қалу үшін, барымызды, нарымызды салып, бір елде, басқа қоғамда жаңағы бір тіл, бір адам десе, екі тіл, екі адам дейді, Біз сол екі адамның рөлін ойнап жүреміз шетелде қазақтар мысалы. Екі қоғамға да үлгеру үшін, екі қоғамның да өзінің артықшылықтарын дәріптеп, өзіміздің жаңағы өмірімізге қолдана отырып, екеуін де жаңағы жоғалтпай, екеуінің де деңгейін ұстап қалу үшін тырысып жүреді. Сондықтан қоғамдағы жаңағы келеңсіздік, жаңағы өзіңіз айтып отырған тіл мәселесі, ол біздің де жанымызда ортады шетелде жүргенде. Бізде мысалы ақпараттан,
ақпараттың көбісін өз тілімізде алғымыз келеді. Өзіміз ойлаған бір адамдарымызбен емін еркін сөйлесе алатын мүмкіндіктер болғанын қалаймыз. Сондықтан енді көш жүре түзеледі дейді, сол түзелетін шығар деп үміттеніп, әйтеуір мына Польшаға қазір мына неден көп келіп отыр ғой, мына Украинадан 2-3 жылғы саяси жағдайлардан болып келіп жатқан кезде ойлаймыз, қандай бір үлкен лауазымды жұмыстар істеп жүрген докторлар келіп жатыр, профессордар келіп жатыр, мына Беларусьтан келіп жатыр, Украинадан келіп жатыр. Соларды көрген кезде еліміз тыныш болсын, өз қойшы дейсің да, бәрін қоясың да, өзі елім тыныш болсын, халқымыз аман болсын, әйтеуір уақытымен бәр нәрсе орнына келеді ғой деп тағы бір жағынан соны да нетіп қоямыз да, сөйтіп отырамыз. Иә, біздің халық өзі өте бір ақкөңіл, кеңпейілді, қонақжай, ең бірінші әйтеуір Құдай-ау осы қонақтарымыз тыныш болса екен деп соларға әрдайым иіле беретін халықпыз ғой. Егер де біз рухымызды өлтірмей, болды, сөйлеуіміз керек, қазақ болуымыз керек деп жатсақ, әрине болар едік. Бірақ өкінішке орай әлі біз соған жете алмай келе жатырмыз. Өзіңіз айтқандай, ең басты тыныштық болсын. Кеше мына пандемиядан елдің бәрі қорқып, бүткіл әлем бір тарының қауызына сыйғандай болып қалдық қой. Сол сіздерде қалай бұл жағынан? Польшада тыныш па? Ауру сырқаудан әйтеуір аман есенсіздер ме? Соңғы уақытта біраз көбейгеніне байланысты карантин күшейді. Қазіргі жағдайда мектептер онлайн түрде, университеттер онлайн түрінде жүріліп жатыр. Сауда орталықтарының барлығы жабық етіп, бір 2-3 апталық көлемінде. Қазір енді ақырындап ашылып жатыр. Ана стадиондарды барлығын сол пандемияда осы неге арнайы сол дайындап қойды. Егер сондай аурудың көбейген жағдайында сол жақтарға да қабылдай береміз деп, әйтеуір барлық жағдайын үкімет жасап жатыр. Аман болайық, ең бастысы еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Бізде сол онлайн жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ енді мен қазір өзімнің мектебімде отырмын, Алматыдағы Аманат дейтін өнер орталығым бар. Осы мектепте біз енді әр баламенен жеке дайындалатын болғандықтан жұмыс жасап жатырмыз. Құдайға шүкір, өнерге талпынып жүрген жастар бар. Енді ол бұдан сайын қатары көбейсе деймін. Бүткіл әлемдегі қазақтарымыз осы не болуы керек қой енді. Қазақ болуымыз керек қой. Роза ханымға бір сұрақ депті. Польшада қазақ диаспорасы бар ма? Бар болса қандай шаралар өткізіледі екен деген сізге сұрақ қойылып жатыр мына жақта. Жалпы мына Европада диаспора әлі толық дәрежеде Польшада құрылған жоқ. Ал басқа недерде Түркиядан келген, мына Афганистаннан келген ағайындар, олар Данияға, Германияның бірнеше елдеріне, Швейцарияда сондай құрды. Бірақ Польшада бұрын соңды енді келгенде бірең сараңнан келгендіктен бұлай бас қосып диаспора құрып әлі үлгерген жоқ. Бірақ соңғы жылдары жастардың жұмысқа келгендердің сандары артқанына байланысты қазір сол ойластыру шарасындамыз. Өте жақсы. Сіздерде енді жалпы қанша қазақ бар қазір? Жалпы хабарыңыз бар ма Польшада немесе Варшавада тұратын? Жалпы үйдер соңғы кезде өте отбасы болып келетіндердің саны өте көбейіп жатыр. Жылына бір 10-15-тен отбасылар келіп жатқанын естимін. Енді студенттер болғанда студенттер өте көп, жастар өте көп келіп жатыр. Мысалы, жылда бір университеттің өзіне бір 100-ден астам, 200-ден астам бір университетке. Жалпылай келген кезде бір 2000-3000-дай жас студенттер бар осы Польшада ғана. Түсінікті. Олар енді оқып қайтатын шығар енді, бірақ бізде қорқыныш бар. Қайтпай қалады ма деген.
жастардың көбісі қалды. Осы 5-6 жылдың көлемінде міне келген міне жастардың бәрі сол осы біздегі Польшада сол. мүмкіндіктер көп, осында жаңағы жастарға мүмкіндіктер көп. Оқу оқығаннан кейін жұмысқа орналасу мүмкіндіктері көп. Жұмыс Әне, нарығы өте жақсы. Ә, Европаның ішіндегі жаңағы арзан ел болғандықтан арзан, иә. көбінде Польшаны таңдайды. Екінші жағынан оқуға ыңғайлы. 3 жыл оқиды, оның үстінде ағылшын тілінде, поляк тілінде өзінің қалаған мамандығында оқи алады. Және ол үшін де анандай сабақтағы жаңағы оқу үлгерім көрсеткіштеріне қарамайды. Сондықтан Польшаға соңғы жылдары Европаның ішінде ең көп келіп жатқан қазақ қандастарымыздың ең көп келіп жатқан Иә, ел иә. болды. Менде 2014 жылы екен, 13 жылыма болдым Польшада, Варшавада. Концерттік сапармен бардық. Сонда мен байқадым, Польша өте арзан ел екен. Өте арзан екен. Тіпті мына үстімізде киіп отырған киімдерімізді. Мысалы үшін біз ол жақтан біздің ақшаменен 3000 теңгеге алдық мынадай кофталарды. Бізге олар дейтіңіздің 15 мың 20 мың теңге тұрады. Содан ақ білуге болады да, екі елдің арасындағы қаншалықты. Енді бізде бір кішкене қорқыныш бар менің жүрегімде. Мына ұлтқа жаны ашитындардың көпшілігі. Бізде қазір шетелге кетіп қалып жатқан, немесе оқумен барып қайтпай қалып жатқан, әсіресе жастар өте көп. Нағыз таланттар кетіп қалып жатыр. Білесіз ба, мәселенің бәрін шешетін қадірін білмесек, біз қадірсізде қаламыз ба деп қорқамын да. Сондықтан енді о жаққа барып, оқып, біліп қайтқан жақсы, бірақ өкінішке орай жаңағыдай жағдайға байланысты, біздің енді елдегі жағдайда соншалықты жаман деп айтуға болмас, бірақ басқа әрине ондай мемлекеттермен салыстырғанда біздің жағдайымыз кішкене әрине алаңдатарлықтау. Сол себептен де көпшілігі қазір шетелге кетіп жатыр. Екінші жағынан таяқтың екі ұшы болады дейді ғой. Соқсағандайын Польшада бірге сондай күйдерді кешкен ел. Халқының көбісі Европа бірлігіне енгеннен кейін олар да Европаның ішіне тарап кетті. Одан бұрын да үлкен жаңа саяси әртүрлі жағдайларға байланысты олардың да босқын болып әр елдерге, Америкаға дейін тарап, қаншама Канадаға дейін кеткен поляктар бар. Бірақ олар қайтып оралған кезде Польшаға экономикасын көтеруге, өндіріс өнеркәсіп ашуға мүмкіндіктер жасай келді. Соның әсерінен жаңағы қазіргі Польшаның Европаның ішіндегі ең тез даму үстіндегі, ең экономикасының жедел дамудағы мемлекеттердің қатарына енуінің себебі де осы деп ойлаймын. Бір жағынан енді елдің ішінде болғаны да жақсы, бірақ ел көріп барып, салыстырып келіп, елге қызмет еткенде жақсы. Жастарымыздың көбісі енді 1-2 жыл жұмыс жасағаннан кейін қайтатындар да көп, мысалы. Қайтып барып сол жерде жақсы қызметтерге орналасып жатқан. Мен енді Польшада, Австриядан келгеніме бір 8-9 жылдың көлемі болды, осы Польшада өмір сүріп жатқаныма. Содан бері қазақтарда, осы Польшаға келген қазақтардың бәрін әйтеуір қайдан кім болса да әйтеуір Роза апай деп мені тауып хабарласып сөйтіп жатады. Үйімізге қонақ қылып, олармен үнемі хабардар болып тұрамыз. Солардың көбісі мысалы қайтқандары көп осында қалғанына. Бір 3 жыл, 4 жылдың көлемінде жұмыс жасап, одан кейін қайтады, елге барғанда әлдеқайда жаңағы жақсы мүмкіндіктерді жаратып жатады. Оның үстіне бір қуантарлығы осындағы жастардың оқығанда, университеттерде оқыған кезде, мысалы, магистрлық жұмыстары немесе жаңағы бакалаврлық жұмыстарының көбісі Қазақстан мен Европаны немесе экономикасына байланысты, немесе жаңағы тіліне байланысты, жаңағы қоғамына байланысты әртүрлі тақырыптарды таңдап, соған байланысты жаңағы зерттеулерін жасап жатады университетке келгендер. Сондықтан жаңағы шетелге кетуі де бір жағынан жақсы жақтары бар деп ойлаймын.
Дұрыс, рахмет оныңызға. Біздің көңілімізді кішкене орнына түсіріп жатқаныңызға. Шынында да енді поляктар енді тарихтан білеміз ғой, өте көп қиыншылық көрді, қуғын көрді. Сондықтан да олар да шашырап барып, қайтадан енді жиналып жатыр ғой енді. Сол сияқты кім біледі, бізде әбден басымызға тиіп, қиыншылықтарды көріп, сосын кейін барып, келіп, еліміз шынында да бұдан да жоғары биіктерге жететін шығар. Ал енді адамның жаңағы өзінің елінде, жерінде жүргенде көп құндылықтарды, көп нәрселерді көп байқамайтындығы жаңағы сіздің айтып отқан көңіліңіз толмай жатқан жаңағы тіл мәселесінде болсын, салт дәстүр мәселесінде болсын. Осының бәрі жаңағы ел мен елді салыстырған кезде, менде осы бар екен ғой, мынандай бір ерекшелігім бар екен ғой. Осындай дана елдің баласы екенмін ғой деп бір өзім бір шетелде жүргенде бірдеңеден оқып қалса, бір жерден көріп қалса, соның бәріне бір өзі мақтанып, іштей қуанып сөйтіп жүретіні бар. Соған қарай жаңағы рухтанып, бірдеңеге тырысып жататын соншама жастарымыз бар. Сондықтан енді оның да бір жақсы жағы болады ғой деп үміттенемін. Иә, ол да жақсы шығар. Мен өзім сол Варшаваға барған кезде бізді Шопеннің паркіне алып барды. Сонда мен таң қалдым анау паркты көріп. Керемет, анау Шопен дейтін енді ол классик композитор, бүткіл Европаға музыкалық керемет жаңалық енгізген. Соны кереметтей етіп қойған ғой енді паркте. Мен сол кезде ойлаймын, шіркін-ай, біздің Құрманғазыға қашан осындай парк ашылады екен деп. Көрдіңіз ба? Иә, шетелді көру арқылы. Сәуле ханым, сіздің жазда бір Астанада бір жанды бір сөйлегеніңізді есімде. Сол кезде бір тұмау тиіп менде ауырып жатқан едім, сол сізді көріп қалдым да. Тыңдап едім, айтып жатсыз, осы Астана Иә. әртүрлі операның болсын, қандай да шетелдік театрлардың көп салынғандығын жайында айтып, біздің өзіміздің ұлттық жаңағы өнерімізге, дәстүрлі өнерімізге байланысты бір орынның болмағаны ма деген сияқты бір ренішіңізді де байқадым осыған байланысты. Енді осы салада бір ілгерілеген бір қандай да бір мүмкіндіктер шықты ма осыға? Ой, Роза ханым, дәлісінен түстіңіз ғой, менің дәл тауып алдыңыз. Шында да осы біздің дәстүрлі музыкамыз өз елімізде біраз уақытқа дейін дәріптелмей қалды. Сосын біздің мынау телеарналарды енді халық әлі күнге дейін қарайды ғой. Сол телеарналарда біраз уақыт біз эфирден көрінбей қалдық дәстүрлі музыкамыз. Сосын кейін жаңағы бізде енді опера, балет театрларына ерекше көңіл бөлінген. Алматыда да, Астанада да керемет етіп салып қойған опера театрлар бар. Ол жерге қанша миллиондар бөлінеді жыл сайын. Әртістерінің бәрінің жағдайы жасалынған, небір қойылымдар, европалық қойылымдарды қойып жатады. Драма театрлары да солай енді жолға қойылған. Мінекей осыны айтып жүріп, мен отырған қазір дәл осы жерде мына түбімізде Алматыдан Алатау дейтін дәстүрлі музыка театрын аштық. Иә, осыдан 4 жыл бұрын, міне 5-ші жылға кетті ашылғанына. Менің осы мектебім алғашында сол театрдың ішінен ашылған еді. Мінекей енді 5-ші жылға аяқ басты, бірақ өкінішке орай ол театрда енді біз жоқпыз. Өзінің енді жастар бар, көш жүре түзеледі деген жаңағы кедейді шүкір құртады дейді ғой. Сол сияқты енді көш жүре түзелетін шығар деп қойып, ашылды ғой ең бастысы деп қойып, сыртынан қарап отырмыз. Ал енді білекті сыбанып жіберіп, ішіне кіріп барып, мынадай жұмысты мен жасауым керек еді-ау. Мен сол үшін осы театрды сөйтіп едім ғой деп баруға, шынымды айтсам, менің мына жердегі бір не дейді сондайды бір ұятым дей ма, жібермей отыр. Әйтпесе ашылғаннан кейін енді бұл театр жұмыс істеуі керек қой. Бірақ өкінішке орай бұл театрымыздың әлі жұмысы жолға қойылған жоқ. Бұл біздің өте бір жанды жерімізге тиеді. Алматыдағы, мынау рухани мәдениеттің астанасы деген Алматыдағы
дәстүрлі өнерімізге ашылған мінекей 4 жыл бұрын ғана ашылған дәстүрлі өнер театрымыз әлі жұмысын жолға қоя алмай отыр, өкінішке орай. Ол қандай себептермен қойылмай отыр? Әлде оған дұрыс басқарма жүйесі дұрыс болмады ма? Әлде қаржы жағынан мәселе болып тұр ма? Жоқ, бұл тікелей сол өзіңіз айтқан басқарма жағына байланысты. Егер де дұрыс адам басқарып, дұрыс бағыт беріліп, дұрыс көңіл бөлінсе, бұл жер өсер еді. Мінекей 4 жыл болды, бізде ең бір қиын біздің еліміздің осал тұсы бар. Бізде не болмаса 30 жылда отырып басқарамыз, не болмаса жыл сайын ауыстырыламыз. Мінекей осы театр ашылған 4 жылдың ішінде 4 директор ауысты, 4 басшы. Алматы қаласы мәдениет басқармасында 4 басшы ауысты, міне 5-шісі ауысқалы отыр, қазір басшы жоқ. Көрдіңіз ба? Осының бәрінің өз әсерін тигізеді. Мен соның 4-еуінде де болдым, 4-4-ден 8-інде де болдым. Бұл театр тұрмау керек қой, бұл театр жүру керек, қозғалу керек, бұл театрға көңіл бөліну керек. Осы театр арқылы мінекей том-том менің артымда кітаптар тұр, мысал үшін. Том-том кітап, қазақтың дәстүрлі әні, жыры, күйі, терме толғаулары. Осының бәрін осының ішінде қайнап көрерменге шығып жетіп жату керек қой. Мен айтпаймын, бірденен опера театрындағыдай керемет қойылым операларды сұмдық етіп, бәленбай миллиондарды, миллиардты бөліп тастаңдар деп. Бірақ көңіл бөлуге болады ғой. Осы жерде жастар жүр, қаншама. Алматыда мүйізі қарағайдай дәстүрлі өнердің майталмандары жүр. Олардың ешқайсысы әлі мына театрға келіп, жөндемді бір шығармашылық кеш өткізген жоқ. Анау алғашқы құрылған кезде болды, 4-5 әртіс сол жеке бір шығармашылықты беруге мүмкіндік берді. Содан кейін қайтып біз бұл театрдың ішіне кіре алмай отырмыз. Енді не айтуға болады? Жөнделетін шығар, реттелетін шығар дейміз. Бірақ өкініштісі сол, бізде бір кемшілік біздегі. Білетін адамды қоймайды. Керісінше басқа саланың білмейтін адамдарға келіп отырғызған кезде ол қалай жұмыс жүреді? Өзіңіз айтыңызшы. Сондықтан мына сіздерде кеңес деген жоқ болса, дәстүрлі ән, музыка саласының мысалы кеңес мүшелері деген болса, сол арқылы құрылып барып, одан кейін сол кісілердің бізде жүйе жоқ, бізде кеңес жоқ. Бұл басында жаңағы біздің дәстүрлі әншілер айтуы бойынша бұл театр ашылды да, бірақ сол кезде жаңағы сіз айтқан кеңес құрылып, осыны қалай істейміз деп барлығын басынан жоспарлау керек еді. Өкінішке орай ондай жоспар болған жоқ. Мен сол театрдың ішінде жүрдім, құлақ асатын ешкім жоқ. Сосын кейін енді кімге барып не айтуға болады? Осы жағынан бізде әлі кемшіліктер өте көп. Әйтпесе біздің мына дәстүрлі музыкамыз, дәстүрлі ән күйіміз, жырымыз, бұл деген енді баға жетпес құндылық қой, баға жетпес. Қаншама ғасырлардан бері бізде сақталған дүниелер бар. Жаңағы Шопен, мысалы үшін айтып отырмыз да, 200 жыл болды ғой енді, биыл 200 жыл болды, Абайдың өзі бізде 175 жыл болды. Бұның барлығы берідегі, біздің арыдағы дүниелеріміз, қаншама ғасырлық дүниелеріміз жатыр. Оны басқа түгілі біздің қазақтың өзі білмейді қазір, ұмытты. Міне осыған байланысты, мысалы, Астанада біз қазақ елі десе, мысалы, операға барып, немесе балетке барып, соны ерекше қылып адамдар соны қызықтамайды. Егер бір елге барса, сол елге сол елдіге қатысты сол не бар екен деп барады ғой. Әрине. Астанаға барған кезде Астанада осы ұлтқа байланысты қандай жердер бар екен? Балет бізде де бар, опера сіздерден шыққан. Бәр елде де бар. Ол болсын, ол жақсы болғаны. Бірақ ұлттық нәрсе деген жоғары тұру керек. Ол арқылы сол елдің айнасы. Сондықтан Астанада қандай мүмкіндіктер жаратып жатыр осыған байланысты? Дәстүрлі өнерге байланысты қандай театрлар бар ма? Қандай да бір оқу орындары қалай? Рахмет сұрағыңызға. Байланыс қандай болып жатыр? Шетелге апару, әкелу, мысалы, танытуға байланысты қандай шаралар болды? Мен 2012 жылдан 16 жыл аралығында Жамбыл облыстық филармониясында басшылық қызмет атқардым. Сол 16 жылы сол жақтағы қызметімнен босағаннан кейін мен Астанаға бардым. Астанада енді кезінде Атырауда қызмет жасағанмын, музыка академиясын басқардым.
Сол жерде жүргенде елбасымыз келген Атырауға. Сонда мені шақырған еді. Жүр Астанаға. Астананы көтерейік, кел деп. Сосын жарайды барармын, сосын мына жұмыстарды реттегенсің деп қалғанмын. Сон кейіннен сол Тараздан кейін мен Астанаға бардым 2016 жылы. Бардым, бірақ мен ол жерде жеке өзімнің мектебімді аштым. Енді ол жерде филармония бар, қазақ концерт бар. Сосын жаңағы ұлттық университет бар, музыка университеті. Мінекей осы жерлерде барынша енді университетте балалар дайындалып жатыр. Одан шыққан біздің дәстүрлі әнші күйшілеріміз филармониядағы жаңа қазақ концерттегі ұжымдарға барады. Бірақ маған енді білмеймін, әйтеуір менің о жақта жолым болмады. Астанада мен 4 жылдай уақыт жүрдім. 4 жылдай жүргенде мен Астанада еш нәрсе бітіре алмадым. Тіпті балаларға арналған бір фестивалім бар еді. Сол фестивальді мен былтыр бүткіл Қазақстанды аралап шықтым. Балалардың фестиваліменен. Балалардың, талантты балаларды жинап, содан кейін сол талантты балаларменен, гран-при алған балаларменен әр облыстың сол жерде концерттерімді беріп шықтым. Сосын кейін халықаралық деңгейде өткізейін деп, оны бітіргеннен кейін мен Парижге кеттім. Франциядағы, Германиядағы, Түркиядағы қазақтарымызға барып, сіздердің балаларыңыздың қалдары қалай? Өнерлі бар ма? Өнерлі балалар бар ма? Біз әдетте бұрын жаңағыдай мемлекеттік немен барамыз ғой, концерттерменен. Ол жерге барып әнімізді айтамыз, сахнада әдемі болып тұрамыз да кетіп қаламыз. Ал енді сіздердің жағдайыңыздың қандай екенін мен білгім келіп соған келдім деп Стамбулда концертімді бердім. Сөйтіп, сол жақтан да біраз балаларды келетіндей етіп қойғам. Бірақ өкінішке орай Астанада ол мүмкін болмады. Әйтеуір жаңағыдай түрлі сылтауларменен өкінішке орай менің фестивалімнің үлкен халықаралық деңгейдегі 3-ші кезеңі өтпей қалды. Сосын кейін енді мен не істеймін? Амал жоқ, Алматыма қайттым. Міне кеше ғана Астанадағы үлкен қазақ драма театрының керемет мына несін берді, театрдың ғимаратын берді. Сөйтіп сол жердегі Қалибек Қуанышбаев атындағы музыкалық драма театры бар еді. Соны үлкен керемет жаңағы опера театр сияқты қылып салған, бүгінгі заманауи үлгіде керемет театрдың ғимаратына көшірді. Сон кезінде мен Астананың әкімшілігіне барғанмын. Ең болмаса жаңағы қазіргі Қалибек Қуанышбаев театры отырған кішкентай ғана 200 орындық өзі. Бірақ өте әдемі жерде тұрған, өте әдемі жер еді. Соны бізге беріңізші, біз дәстүрлі өнердің шаңырағы жасайық деп барғанмын. Бірақ ол да қолдау таппады. Қазір енді ол жерде балалар театры жасап жатыр екен. Ал енді қазақ концертке де бардым. Қазақ концертке барып, керемет, ол жерде енді Қазақстан дейтін үлкен концерт зал бар. 2,5 мың орындық. Сол залдың, әрине біз дәстүрлі музыкаға өте қиын ондай халық жинау. Мен өзім бір рет қана ол залда концерт бердім, Қазақстан залында. Маған өте қиын болды, бірақ оны сол Астана қалалық әкімшілігінің қолдауымен ғана өткізе алдым. Сон барсам, оның ішінде 300 орындық әдемі залы бар екен. Басшысына барып, директорына, Жеңіс Сейдоллаұлы, әнші атақты. Айттым, Құдай-ау, Жеңіс-ау, мынау керемет зал тұр екен ғой сенде, мынау дәстүрлі музыкаға арналған. Осы залға керемет нәрсені өткізейік та, дәстүрлі музыка кештерін өткізейік та, деп едім. Өзіміздің жоспарларымыз бар, өзіміз жасайын деп отырмыз соның бәрін деді. Бопты жасалса дедім, енді не деймін, мен маған келе қалыңыз, ал сізбен бірге осыны не жасайық демегеннен кейін амалым жоқ, кеттім. Содан кейін мен оны көрдім, осы бір жылдың ішінде 2 шара өткізді, 2 шара болды соныменен. Енді мен не істеймін о жақта жүріп? Содан амал жоқ, Алматыға қайттым. Қазір өзімнің Құрманғазы атындағы консерватория. Өткенде осы Қарақат Әбділдинаның несінен көрдім да, постысына сіз жайында жазған. Сізді үлкен ұстазым, жаңағы өз жолымды көрсеткен бір үлкен ұстаз ретінде қараймын деп жазған екен. Негізі ол кісілердің де мүмкіндіктері бар, мысалы әр неде сіздер бірігіп жұмыс жасайтын, қандай да бір кеңес құруға мүмкіндіктеріңіз
негіз бар сияқты. Сонда соны қолданбадыңыздар ма осы мәселеге келгенде? Иә, менің қарақат шәкіртім, Құдайға шүкір, шәкірттерім баршылық. Астанада да, Алматыда да, Қазақстанның түкпір-түкпірінде шәкірттерім бар. Бірақ енді әркімнің өз жұмысы бар. Көрдіңіз бе? Қарақат бүгінде енді ол дәстүрлі музыкада емес, ол эстрадалық жолды таңдады. Халыққа эстрадалық әндермен танылды. Сосын енді өзінің мектебі бар, Қарақат мектеп студиясы. Оның продюсері бар өзінің. Сондықтан да олардың өз жолы бар. Енді біздің дәстүрлі музыкада жақсы қызметте жүргендеріміз де бар. Әншілік қызметте жүргендер де баршылық. Бірақ жаңағындай әркім өзінің жаңағы жұмыс істеп жүрген деңгейінде жүреді. Көрдіңіз бе? Сабақ беріп отырғандар университетте сабақ береді, әншілік қызметте жүрген әншілік қызметін атқарады. Көрдіңіз бе? Ал енді оның барлығын ортаға біріктіретін одақ бізде жоқ. Бізде әншілер одағы деген жоқ. Сонымен айтамын, бірақ айтады, ол жерді енді қаржыландыру мүмкін емес деген сияқты. Мен әрдайым осыны ойлаймын, неге біздің әншілердің басы қосатын жері жоқ? Мінекей, сондықтан да мен айтып едім, осындай бір шаңырағымыз болса деп. Алматының өзінде мінекей шаңырақты берді басшылық, бірақ соны ары қарата алып кетуге тағы да біздің күш қуатымыз жетпей отыр. Міне, кеше ғана керемет бір жаңағы нені балалар сол жерде жастар жұмыс жасап жатыр еді. Білесіз ба? Сол аттестациядан театр өткізіп отыр екен. Өкінішке орай, сол жерден бірнеше әнші аттестациядан өте алмай қалды. Жұмыстан кетіп отыр. 4 жыл колледж оқып, 4 жыл консерватория оқып, 4 жыл театрда жұмыс істеп отыр. Қалай ол аттестациядан өте алмай қалады? Көрдіңіз бе? Осындай нәрселерге жаның ауырады. Неге бұлай деп? Неге бұлай? Ол дейді, әртістің өзінен дейді, өздері дұрыс дайындалмаған дейді. Былай қарасаңыз, өте талантты жастар, өте талантты. Керемет талантты жастар. Бірақ бізде өкінішке орай, осындай жастарды қолдауға келгенде, біздің жаңағы өзіңе айтып отырған, өзіңіз маған сауал ретінде әңгімеміздің басында айтқан, басшылық қызметтің дұрыс жолға қоя алынбай отырғандығы, бұның барлығы. Көрдіңіз бе? Ал енді мен жалғыз өзім барып, мен сіздерге не істейін? Мен мынау театрды осылай қылып жасаңдар деуге менің бір жағынан хақым жоқ. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл мәселе өте бізде әлі жолға қойылмай отыр. Бірақ енді көрерміз, уақыт көрсетер бәрінде. Енді мына жұмыс жасап жатқан қазіргі Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияның, сіз айттыңыз, шетелдіктерге арналған бөлімі бар дедіңіз, иә? Сол қалай жұмыс жасап жатыр? Шетелмен қандай байланыстар бар ма? Бізде енді Құрманғазы атындағы консерватория 75 жыл болған, бұл қара шаңырақ, бұл жерден кімдер шықпады? Қазақтың небір майталман музыканттары, осы консерваторияның түлектері. Кезінде Ахмет Жұбанов атамыз бастаған, бұл консерваторияда керемет қазақтың ұлылары қызмет еткен. Консерватория бүткіл әлемменен байланыс орнатқан, көптеген шет мемлекеттерменен байланыс орнатқан. Біз енді, мен 8 жыл болды консерваториядан кеткенмен. 4 жыл Таразда болдым, 4 жыл Астанада жүрдім. Мінекей 8 жылдан кейін мен қайтып оралып отырмын. Ол 8 жылдың ішінде не болғанын мен айта алмаймын, бірақ оның алдында мен өзім қызмет етіп жүрген кезде біз талай шет мемлекеттерді араладық, талай елге бардық. Осы қазақтың өнерін таныту мақсатында. Бізде енді мына шетелдегі балалармен жақсы байланыс орнатылған. Бізде оқып жатқан Қытайдан, Монғолиядан, өзіміздің енді қазақ балаларымыз ғой, көптеп оқытылады бізде, оларға мүмкіндіктер жасалынған. Сондықтан енді Құрманғазы атындағы консерватория өзінің міндетін 100% атқарып отыр. Себебі бұл тамыры тереңде жатқан қара шаңырақ, бұл шаңырақтан небір дүлдүлдер менен небір бұлбұлдар шығып келеді. Керемет. Енді мына Европада жүрген уақытында басқа жаңағы Африканың, Азия елдерінде бірнеше елдердің концерттеріне қатыстым.
шақырып алып. Сол кезде көргенімде халық сондай сүйіспеншілікпен қарайды. Оларға ерекше жаңа бір жаңалық та. Иә. Сол ұлтын таныстыру, ұлтындағы жаңағы дәстүрлі өнерлерін таныстыру европалықтар үшін үлкен жаңалық. Сондықтан бір әлі де жұмбақ бір елдердің қатарындамыз ғой, көп нәрсеміз жұмбақ әлі шешілмеген. Сондықтан Солай сол. бұл жұмбақтар шешіліп, әлемге атымыз шығып, дәстүріміз дәріптеліп жатсын енді. Сізден енді Рахмет. қонақта сұрай отырайық. Иә. Дұрыс айтып отырсыз енді. Мына шынында да әлемде біздің ұлтымыздың мына домбыраға, әнге, біздің ән жырымызға, күйімізге таңғалмайтын ел жоқ. Сондықтан енді жаңағы өзіңіз айтпағандай қолда барда алтынның қадірі жоқ дедіңіз ғой. Соның бәрін біздің аталарымыз айтып кеткен ғой. Ендеше сіздің де құлағыңызға жақсы таныс, бүткіл әлем қазақтары сүйіп тыңдайтын, сүйіп айтатын әніміздің бірін орындап берейін. Бұл Шил өзен. Айналайын атыңнан алтыным ай ақ жүзіңді көргенде балғыным ай сүйгенде тойлай жүр таңда сіз дәрия болғандай мен ғұмырған балқым төтеп бетінде балғыным-ай сүйгенің қандай тойлай жүр таңдай айналайын қарағым кекілдің ай бала бағай ақылдың кекілдің ай сүйгенің бағай тойлай жүр таңдай қолда барда алтыным Kadeh soğuktan canım gittin son Gökünüm ay sildim gamsay Doyulay zırtamday Sildim gamsay Doyulay zırtamday дейді халқымыз шіркін осындай әндерменен ойын сауық құрып өткен ғой шіркін. Бізге Истанбулдан сәлемдер жолдап жатыр екен. Мына жерде бір сұрақ бар екен. Сәуле дейді. Қазақ өнерінің саңлақ әншісі аңыз адам, өзіңіздің ұстазыңызға байланысты бір сұрақ дейді. Сол кісіге байланысты есіңізде қалған ерекше бір жағдай туралы айтып өтсеңіз дейді. Менің ұстазым, Ғарифолла Құрманғалиев жайлы шығар айтып отырғаны. Менің өнердегі ұстазым, бана сөзім басында айтып кеттім ғой, қазақтың ұлы әншісі, 20 ғасырдың аңыз адамы Ғарифолла Құрманғалиев. Ол кісінің алдында мен 83-85 жылдар аралығында оқыдым, білім алдым. Ой, ол кісі деген шіркін қандай ұлы әнші болды, ерекше үнді. Мына бүткіл әлемді қазір Димаш таңғалдырып жүр ғой. Біздің Димашымыз айналайын ерекше жаратылған феномен ғой. Мінекей сол Димаш сияқты 20 ғасырдың әншісі еді. Ғарифолла Құрманғалиев деген кезде елең етпейтін қазақ болмайтын. Халық жаппадай кәдімгі ол кісіге жапырылып, ол кісінің үнін тыңдауға шіркін. Ол кісілер бір жағынан бақытты да. Қанша кеңес дәуірін анау-мынау десек те, бірақ ол кезде жағдай жасалынды. Ол кісілер сол филармонияда жұмыс жасай жүріп, бүткіл Қазақстанды аралады. Қаншама шет мемлекеттерге шықты. Бүткіл Қазақстанды аралаған кезде халыққа деген бұл өнерді шынында да керемет бір ерекше биіктікте бұл кісілер көрсете білген ұстаз еді, әнші еді.
Ал енді біз ол кісіден дәріс алған кезде ол кісі қартайған. 83 жылы ол кісі өзі 91 жылы, 92 жылы қайтыс болды. Көп жыл ауырып жатты үйде. Ол кісі бір Аха, естілмей қалдыңыз? Естілмей қалды. Иә, естілмей қалдыңыз. Сосын мына комментарийларда көрінбей қалды. Мен өшіріп қойдым, біраздан кейін қосайын деп, сіз сөйлегенде. Жарайды. Онда, енді жаңағы ұстазым туралы өте көп қой, енді ол кісі туралы мен қанша айтсам да жалықпаймын. Себебі, жаңа айтып отырмын, ол кісі баяғының сал серілері қандай болып еді дейді ғой. Сол нағыз 20 ғасырдың серісі болды ол кісі. Өте көңілді адам болатын. Еркін ұстайтын. Алдында отырған кезде. Жақсы ән айтсақ, сен мен кеше біз Орынборда бірге ән салған жоқпыз ба дейтін. Әнді дұрыс айта алмай қалсақ, үстелдің астына кіріп кететін. Сондай қызық мінездері болды ол кісінің. Сондай бір ерекше дарын қазақтың биік адамгершілікті сондай адам болды. Ол кісінің енді 8 қырлы бір сырлы дейді ғой. Операда ән шырқаған адам. Мына бүгінгі Абай атындағы біздің опера балет театрының ең алғаш құрған кезде, музыкалық театр құрғанда, сол кісілерді ауылдан алып келіп, жан-жақтан жинап, осы театрларды құрған ғой. Мінекей сол театрдың негізін қалаушылардың бірі. Қанша операда тіпті симфониялық оркестрменен ариялар орындап, сол операдағы образдарды сомдаған ол кісі. А домбырамен ән айтқан кезде тіпті ол кісінің репертуары деген, ол кісінің үні кезінде тіпті ол кісінің дауысына таң қалған итальяндықтар. Тіпті мынадай аңыз айтылады, ол кісі туралы әңгіме бар. Бұл кісі қайтқаннан кейін мына көмекейін бізге бересіздер ме, сатасыздар ма? Біз соны ертесек деп. Қалай орналасқан деген. Енді біз қазақтар әрине ондайға жол берілмейді ғой. Сондай керемет аңыз адам болған. Ғарифолла ұстазым. Жалпы мына дәстүрлі ән өнерінің мектептерін өңір-өңірге бөліп жатады ғой. Осыған байланысты бір қысқаша айтып кетсеңіз біздің. Біздің қазағымыздың даласы кең ғой. Кең далада әрине бір-біріменен қатынас кезінде аз болды. Сосын кейін енді біздің қазағымызда әдетте қалай отырады? Өздерінің анау ата-бабаларынан келе жатқан туыстық қатынастарыменен отырған, руменен отырған мысал үшін. Сол кезде қай елде өнерлі адам шыққан, сол елден көп өнерпаздар шыққан. Олар сауық қой болып келеді да, сосын кейін бір-бірінен үйреніп отырған. Осындай біздің мына Қазақстанның әр жерлерінде сондай бір керемет аудандар бар. Сондай бір аймақтар бар. Біз енді бүгінде сол қазақтың даласындағы әншілік мектепті 5-ке бөліп жүрміз. Оның біріншісі жаңа мен айтып отырған Ғарифолла Құрманғалиев атамыз қалдырған қазақтың батыс аймағы. Анау бүгінгі 5 облысымыз: Атырау,
Орал, Батыс Қазақстан облысы, Маңғыстау, мына жағы Ақтөбе. Мінекей осыған дейін бізде Батыс Қазақстан әншілік жыршылық мектебі деп аталады. Оның қазір бір әнін орындап көрсетемін. Одан кейін бері қарата енді сыр бойы дейді, Сырдарияның бойын мекендеген халықтың бұл көмейменен жыр айту мектебі қалыптасқан. Оның өзі ішінара бірнеше мектептерге бөлініп жатады. Одан кейінгі біздің мынау қазақтың кең даласы Сарыарқа, кешегі Ақан сері, Жаяу Мұса, Үкілі Ыбырай, Біржан Салдарды қалыптастырып кеткен үлкен әншілік мектеп бар біздің мынау орталық Қазақстан, Қарағанды, Павлодар, Жезқазған, Баянауыл, мына жағы Қостанайға дейін, мына жағы Көкшетау, солтүстік Қазақстан, мінекей осы өңірлердегі Сарыарқа әншілік мектебі қалыптасқан. Одан кейінгі Жетісу, біздің мынау қазіргі отырған жеріміз, Алматы облысы, осы жер жаннаты Жетісу дейді. Мынау Тараз, біздің Жамбыл жеріміз. Мінекей осындай жерлер Жетісу мектебі. Сосын соңғы кездегі бұл жаңадан зерттеліп жүрген бұл Шығыс Алтай, Тарбағатай өңіріндегі әншілік мектеп дейміз. Оның кеш зерттелетін себебі, оның дені көбісі мынау Қытай менен Моңғолияда қалып қойды ғой. Мінекей сол жақтағы композиторларды кезінде біз аралас болмадық, байланыс болмады, сондықтан да міне кештеу зерттеліп жатқаны. Мінекей бүгінде сол Шығыс Қазақстан, оның ішінде Алтай, Тарбағатай өңірі, жаңағы арғы беттегі әнші композиторларымыздың ән орындаушылығын бір мектеп ретінде қарастырып жүрміз. Сол мінекей осындай қазақтың 5 мектебі, телегей теңіз мол мұрамыз бар. Бұл біздің қазағымыздың байлығы, біздің халық әнші халық. Оны өздеріңіз білесіз, әу демейтін қазақ жоқ болған. Барлық қазақ біздің әнші ғой. Мінекей, жаңағы айтқан Димаштың өзі әлемді әннің ішінде тарихта жатыр, ақылда жатыр, бәрі жатыр. не жатыр, бәрі жатыр ғой енді. Бәрі жатыр. Сағынышында, мұңында, қуанышында бәрін әнмен жеткізген халықпыз ғой. Ендеше сол жаңағы, енді бізді білмеймін, көре алып отыр ма, көре алмай отыр ма, шет жердегі қазақтарымыз Истанбулдан, Түркиядан көріп отыр екен, Кореядан көріп отыр екен. Өте жақсы. Европаның бірнеше жерінен көріп отыр екен қазір. Мен енді қазір жаңа айтып өттім ғой, сол 5 мектептен бір уақытымыз жетсе 5 әнді орындап берейін. Алғашқы әнім орындайтын Ақжайық дейтін халық әні. Бұл әнді мынау Батыс Қазақстан облысынан кезінде үдере көшкен қиын замандарда Башқұртстанға кеткен аталарымыздың қалдырған әні екен. Сол әнді кейіннен Қазақстанға келген, сол жақтан Жақсылық дейтін ағамыз мынау атақты Қыз жібек фильмінде орындаған. Нұрғиса Тілендиев атамыз сол фильмге музыкасын жазған, сөйтіп жаңағы жігітті алдыртып, Қадыр Мырзалиевқа сөзін жаздыртып, осы әнді сол фильмде орындатқан. Мінекей көрдіңіз ба? Егер де сол фильмге бұл ән келмесе, бізге бұл ән жетпес еді. Мінекей сол Нұрғиса Тілендиевтің көрегенділігінің арқасында жаңағы асаба болып жүрген ағамыз тойда сол кісіні көріп, режиссерлар шақырып, осы әнді Қыз жібек фильмі арқылы халыққа жеткізді. Және біз орындайтын сөзімізді жазған сол кездегі жаңағы айтқан нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген сөздің авторы, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп кеткен ағамыз Қадыр Мырзалиев. Сол әнді орындап берейін. Қолға Ақжайыққа ең қарнағалы, Oldu Kavsar ayın tambalı, oldu Zakar'dan dimendulu, Min kozan ben kalmalı, aklım gel, gönlüm gel, seni sağ
Arşayık benim onun çalabilir. Kapadım işte saydım dalına Gözden yedigen ıslak Ötkendi kurgen dayım dala Nakulu gülüm Boray benim Sen sağındın kapsayın Sen sağındın kapsayın Bu degene keremet. Депті, бұл енді Ақжайық өңірі. Енді мен арада кішкене жылжиық. Енді мына сыр бойындағы өткен Нұртуған дейтін бабамыз Арал жерінде өмір сүрген. Сол кісінің қанекей тілін сөйлеші дейтін бір термесі бар. Соны орындап берейін. Қанекей тілін сөйлеші ай күндініп көптен өнердай Қызыл тілім жел сөзге туғанын ақ шебердай Кімдіңдайды сөзіңді болмаса әсем мәнердай Басы болды болады болса жігіт өнерді Дүниедегі жандының бір артық бірі төменді Алма мойын азбеді құмар жігіт мінедай Арман ашқан қирақ бірденде бірге келеді-ай Балдасы алтына бере керденде ерге көлемеді Қара жолғыдан ақсы бар ғұмырлығын біледі-ай Қалдыр бір күн бала қияшында жүреді Алтайығын ақтама қасқар тауда жүрейді Жігіттің артық ақтады бір алтаға сенеді Нәсілді елге мал бітсе шығарар іштен шемендай Нәсілсіздерге мал бітсе біткенде сайын төменді Қанекей сөйле қызыл тіл өнерін қай көремде жиналып отыр көбендай Ой, керемет. Менің Сәуле ханым, менің камерам көрініп тұр ма сізде? Шығып тұр ма? Сіз маған көрініп тұрсыз, өзіңіз. Өзіңіз көрініп тұрсыз. Басқа білмедім, не көруім керек. Мен өзіме көрінбей тұрмын да өзім. Сосын сұрап отыр. Сіз маған көрініп отырсыз. Ана көрермендердің несін қалай дейтін еді? Қосып қойыңыз.
көрермендердің көрермендердің бәрі күшті, керемет, қол шапалақ, сондай сұрақтардан сол көп сұрақ жауабыңызға рахмет депті. Сұраған. Иә. Сәлемен Сәулежан дейді. Иә. Менің жолдасым сәттілік тілеп жүр, сәлем айтып жатыр. Ау. Менің жолдасым да сәлем айтып сәттілік тілеп жатыр сіз екеумізге. Рахмет, сәлемат болсын. Ал енді мына біздің өзіміздің Жетісудың әдемі сұлу әндерінен орындап берейін. Бұл аймақтан енді қазір мен сіздерге қайсысын орындасам екен? Бір көне халық әндерінен орындайын, бәріміз білетін халықтың Деді Маяу дейтін әдемі ән бар. Деді Маяусыз той өтті. Сәуле ханым, сіздің әндеріңізді тыңдаған кезде мына тәуелсіздік алғаннан кейін бір ұлттық өнерге, жалпы ұлтымызға деген құрмет артқан кез еді біздің бала кезімізде. Сол тәуелсіздік алғаш алған жылдары. Теледидардан үнемі ұлттық жаңа дәстүрге байланысты, ән өнерге байланысты барлығы шығып тұратын еді. Сол елестетіп жібердіңіз мына қазіргі әндеріңізбен. Бәрі құлағымызға әбден тұнып қалған әндерден екен. Иә, сол кездегі әндер ғой шіркін. Онда енді мен сол Деді Маяуды шырқайық бірге. Айналайын қарағым, алтынай көргендей қалпынай деді Маяй. Көрмегелей көп айдан, жүзді болмай еткен аман, түріміздің жарқынымай деді Маяй. Алма ағаштың гүліндей ай дегенсің түргеней ай. Өтіп дәурен бара жатыр бізбемізге тіліндей ай. Құлағыңа айтқанын үміт сырға күмбірледі шығасың күнде қырға деді Маяй. Сағыныштан қарағайып шыдам таппай мен өзіңді болсамын сәлмен қырға деді Маяй. Алма ағаштың гүліндей ау дегенсің түріндей ай. Өтіп дәурен бара жатыр бізбен бізге тіліндей ай. Алма ағаштың гүліндей ау дегенсің түріндей ай. Өтіп дәурен бара жатыр бізбен бізге тіліндей ай. Керемет. Мына жерде Нұргүл Рзабек деген көрерменіміз жазып жатыр екен. Керемет, рахаттанып сүйсініп отырмыз дейді. Дәстүрлі әндерден рахмет, көп рахмет, ризамын дейді. Енді мына Арқаның әндерінен шырқайын. Небір керемет сал серілердің өткен мекені. Мына Гәкку дейтін әнді бүткіл қазақ біледі. Жаңағы айтқан Қыз жібек фильмінің лейтмотиві болды бұл ән. Сол үкілі Ыбырай бабамыздан қалған бұл әннің небір түрлері бар. Соның ішіндегі мен өзім орындайтын бір түрім бар. Сол әнді Гәккуда шырқайық бірге, иә? Иә.
Ау. Мен сөйлеген кезде сіздің даусыңыз ана жақсы келмей жатыр да, сол үшін сіз айта беріңіз, біз тыңдайық. Я. Аралап талай жердің дәмін баттым, тоқталып айдын көлдей табылаттым, айта алмай кеттімді ешбір адам, мамырлап қоңырғандай баяулаттым, гәкку 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 гәгәгәй гәккуім ай, гәкку 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 гәккуім қараңған айдын көлде сен бір ақтың, естіппен мұндай андай бегләзәт қырнай мен домбыраның арасын балқылған қорғасындай қайран гәкку, қайран гәкку, гәкку 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 гәгәгәй гәккуім ай, гәкку 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 гәккуім ай, гәкку гәгәгәй gakku 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 gay, gakku 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 gay, gakku gay, gakku gay, gaga gaga goy gaga gay, gakku gay, gakku gay, gaga gaga goy gaga gay, gakku gay, gakku gay. Керемет. Деп шырқаған. Жібек фильмін бір елестетіп қайттық. Солай. Енді мен сіздерге не айтып берсем екен? Гәкку гәгәгәй. Нұрекеш KZ деген бір кісі жазып жатыр екен. Қазақстаннан Варшава еліне ыстық сәлем, Сәуле апайым әуелетіп баршамызды сусындата беріңіз дейді. Сусындата беріңіз дейді ма? Иә, дұрыс. Рахмет. Айтқандарыңыз келсін. Так, мен енді мына әнді айтып отырған кезде, әр жаңағы аймақтағы бәленбай ән тізбектеліп келіп жатыр. Шіркін ай деп қоям ғой, осының бәрін бір еркін отырып, шырқатып жүргенге не жетсін деп. Енді мына жаңағы айтқан шығыс, біздің мына Монғолия жеріндегі, Қытай еліндегі қандас бауырларымыздың әндері, кешегі о жақта енді мына Сұлубай дейтін кісінің, Бүркітбай дейтін, Таңжарық дейтін кісілердің әндері бізге сол кейінгі жылдары ғана жетіп жатыр ғой. Енді бұл аймақта енді біз Абай атамызды айтпай кетуге болмайды. Биыл Абай атамыздың 175 жылдығы менен мінекей бүткіл халқымыз сол кісінің өнеріменен әлі күнге дейін рухани азық алып келе жатырмыз. Сол кісінің мен балаларға үйретіп, кейде айтып отырам ғой, желіс үстінде жарғай дейтін әнді бәріңіз білесіз, бүткіл әлем шырқайды бұл әнді Абай атамыздың. Сол Абай атамыздың ең алғашқы шығарған әні екен да бұл, желіс үстінде жарғай. Тоғжанға арнап шығарыпты. Қандай керемет, шіркін-ай, бәрі мен айтшы деп тұрды. Мына жақта елім Құлғадай, Гүлдариғай, Жорғатай, мына жақтан Абай атамның жағы желіс үстінде жарғай.
Мен айтшы деп жатыр. Мен осы Варшава университетінде өткен жылы Иә. қазақ күндігін өткіздім. Сол кезде мына Познанда қазақ тілін үйреніп жүрген поляк студенттер келіп қатысты. Осы желсіз түнде жарық айды айтып берді барлық поляктарға. Менің сол жобама тағы сол университетте жасаған жобама қатысқан кездегі қонақтардың бәрі ауыз ашылып тыңдады ғой соны. Иә. Поляк тілінде де қазақ тілінде екі тілде айтып берді. Иә, мынау поляктардың біз бүткіл қазақ біледі ғой. Әлгі қалай еді аты ол әннің аты? Суға барған қыз бет. Сол поляктың әні ғой. Әлгі таң ерте суға келеді. Осы әнді кезінде бүткіл қазақ шырқадық қой, біздің қазақтың әні деп. Сөйтсек кейіннен ол поляктың әні болып шықты ғой. Көрдіңіз ба? Өнерде жоқ шекара деген осы ғой. Көрдіңіз ба? Поляктың әнін Қазақстанға алып келіп, таратқаннан кейін, қазақшалағаннан кейін, ол қазақтың әні болып кетті. Оны ана досым Мұқасан осы Варшаваға келіп, 70-ші жылдардың ортасында ғой, осы Варшаваға келіп, орталықта Старое место деген жерде бір үлкен неде айтқан ғой. Сөйткен кезде бәрі бірге айтып кеткен ғой, ана поляктардың бәрі. Досым Мұқасан ансамбльмен бірге айтып кеткен кезде олар түсінбей қатты да. Бұл біздің әнімізді қайдан білесіңдер десе, олар да біздің әнімізді. Сол кезде бір не болыпты. Иә, көрдіңіз ба? Иә, мен жаңа сізде ғана ойыма түсіп жатыр да ол ән. Ал енді онда оған дейін біз Абай атамыздың әнін айтып алайық па? Әлде осы су тасушы қыз дейтін еді, аты қалай еді бұның? Суға барған су қалай еді? Иә. Кореядан хабарласып жатқанларымызға. Кореядан қонағымыз сәлем жолдап жатыр екен. Сәлеметсіздер ме, өте керемет тақырыпта қызықты әңгімелер құрыпсыздар дейді. Сәлеммен Кореядан дейді. Онда екеуміз бірігіп осы әнді айтайық енді, мынау Польшадан хабарласып отырсың ғой енді. Поляктардың осыны айтайық. Жақсы болу керек еді. Балаларға мен айтам, музыка сабағын алады поляк мектебінен. Сол кезде мен бірінші айтқаным ғой, сол музыканы бірінші жаттат деймін ғой. Сен орында, мен қостап отырайын, сен бұл әнді айт. Айта алмаймын. Әне біраз кендеміз өнерден. Мен сол Польшаға барған кезде осы әнді бір орындағанмын поляктармен бірге. Ұмытып қалыппын. Одан бері қанша 6-7 жыл уақыт өтіп кетті ғой. Енді мынау көрдіңіз ба, байланыстың бір кереметтігі сонда. Екеуміз байланысу арқылы ұлттардың арасындағы керемет дүниелерді, бұл інжу маржандар ғой. Олардың да халық әні әлемге тарап кеткен. Енді қазір есіме түсіріп көрейін, иә? Таңертеңмен бір сұлу қыз суға келеді, ат жетектеп бір жас жігіт еріп келеді. Тоқтаңыз суды су жүреген, танысқым келеді менің. Атыңыз айтыңыз кім болады, танысып көрмей тұрыңызбен. Бір көргеннен қалдыңыз ба мені шын сүйіп, тоқтаңыз сұлу сөз деген,
көрмеген бұрын қызбен. Оппо, 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 оппо. Сонда керемет әсер алдық. Есіме түсіп отыр, кезінде мен қай жылдары 87-88 жылдары болу керек, Көкшетау қаласында поляк әндерінен бір конкурс болған. Мен сол конкурсқа қатысып, 3-ші орын алғанмын. Домбырамен айтқан поляктың әні өзінің тілінде. Мінекей бұл да болса бір қызықты. Ал енді Абай атамызға келейік онда. Қалың ағаш жапырағы сыбырласып өзі көрінбей жетім топырағы Мұрған кері жүрді көрінбей жетім топырағы Мұрған кері жүрді Қау жаңғырығын қосып үрген иттен айдаққа келемін сол Үлкен рахмет, Сәуле ханым. Иә. Қазақтың әр өңіріне барып қайтқандай бір әсер алып жатырмыз. Рахмет. Уақытыңызды бөліп, біздің осы жобамызға қатысып, дәстүрлі өнерімізбен сусындап бізді. Қазіргі жағдаймен таныстық. Енді біздің тілек енді біз тек қана өзіміздің барымызбен ғана басқаларды қызықтыра аламыз. Өзімізді сыйлауымызбен, өзімізге деген құрметіміз арту арқылы басқаларды құрметтете аламыз. Сондықтан енді дәстүрлі өнеріміз шыңдалып, әлемдік деңгейде қызығушылықтар танып, әлемдік деңгейде әндеріңіз шырқала берсін. Біз сонымен мақтанып жүре берейік. Көп рахмет, Роза ханым. Сізге де осы бастамашы болғаныңызға, мынау бастап жатқан ісіңізге сәттілік тілеймін. Жағынан болсын. Өте тамаша тақырып қойған екенсіз. Роза, жер жаһандағы қазақтармен деп. Шынында да біздің қазақ жоқ, мемлекет жоқ шығар. Біздің қазағымыз бүткіл әлемде. Және де біздің халқымыз өте, Құдайға шүкір, рухани бай елміз, өте мықты халықпыз. Мінекей осы мықтылығымыздың арқасында мынадай кең байтақ елімізді ұстап отырмыз. Тәуелсіз ел болдық. Мінекей жақында тәуелсіздік күні мерекесі келе жатыр. Бізде ертең бірінші президент күні. Біздің енді бірінші президентіміздің де еңбегі аз болған жоқ. Сондықтан ең бастысы мынау еліміздегі тыныштық, тұрақтылық, еліміздің амандығы, жеріміздің бүтіндігі. Біз Алла Тағаладан тек қана соны тілейтін, өте бір ақ жолдағы халықпыз. Халқымыз аман болсын. Қайда жүрсек те, сіздер де анау шекараның ар жағында, әлемнің түкпір-түкпірінде жүрген бауырларымыз, сіздер де аман болыңыздар.
атамекенді аңсап тұратын сіздердің жүректеріңіздің лүпілін біз сеземіз. Сондықтан сондай жүректеріңізден айналайын. Елге келіңіздер, Қазақстанымыз гүлденіп, көркейе берсін. Өзіңіз бағана сөзіңізде айтып кеткендей, сол жақтың ең кереметтерін үйреніп алып, соны елге әкеліп салып, мына халқымызды бүткіл қазақ болып бірге көтерейік. Еліміздің тек қана көркейген, қуатты, үлкен мемлекет болғанын Алла көруді нәсіп етсін деймін. Бүгін енді өте тамаша, жақсы сұхбат құрдық деп ойлаймын сізбенен. Бұл енді соңы болмасын. Сіздің еңбегіңізге жеміс тілеймін. Тағы да Алла қаласа алда кездесуге жазсын. Әніміз үзілмесін. Әрбір қазағымыздың шаңырағында әніміз шалқып, күйіміз күмбірлеп тұрсын деген тілек білдіремін. Сізге де барлық шығармашылық табыстар тілеймін. Шәкірттеріңізбен мақтанып, әлі жер жаһанда сіздің шәкірттеріңіз жер жаһанды жаңғыртып, әніңізбен, осы қазақтың әнімен, дәстүрлі әнімен жаңғыртып жүрсін. Аман болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздің барлық тілектеріңізге қосыламын. Рахмет, уақытыңызды бөлгеніңіз үшін. Кездескенше амандықта, саулықта болайық. Бәріңізге көп рахмет.